Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен орама тағамын дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз керек заттарымызды ашып дайындап қоямыз. Асқабақ, картоп, пияз барлығын дайындап болғасын қамырымызды илейтін боламыз. 2 зуала немесе 3 зуала. Мен кішірек етіп 3 зуала иледім. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 1 стакан су және жарты стакан су қоямыз. Тұз саламыз. Жұмыртқасын салған соң бәрін араластырып, ұнын салып, қаттылау етіп илейміз. Илеп болған соң, июң қанғанша бетін жауып қоямыз. Ол қанып болам дегенше біз ішіндегі начинкаларын турайтын боламыз. Бұл ханым, орама, манты барлық тағамдар бізге ұйғыр елінен келген екен. Ұйғыр елінің бұл ұлттық тағамдар деп айтсақ та болады. Біз қазақтардың сондай сүйікті астарының бірі болып кеткен. Барлығын осылай майдалап турап шығамыз. Ет немесе фарш өздеріңіздің қалауларыңызша қосасыздар. Мен асқабақ қосатын болғандықтан етімді көп қоспадым. Мен барлығын бірден араластырып тастамаймын. Картоп, асқабақтарымды бөлек турап алып, пияз мен етті бөлек қойып қоямын. Өйткені пияздың үстіне тұз қосып, өзін бөлек жақсылап мыжып, осылай пиязын өлтіріп аламын. Өйткені ханым піскен кезінде пиязын өлтірмесе, ішінде кеш пісіп, пиязы көбінесе гүтірлеп қалады, былайша айтқанда. Сол үшін ондай болмас үшін жақсылап бірінші езіп аламыз. Пияз өлгесін, осылай қалғандардың бәрін қосамыз. Егер қаласаңыздар, ішіне кез келген майларыңызды қоссаңыздар болады. Қазақта бар ғой, әртүрлі майлар, іш май, құйрық май деген сияқты. Мен енді құйрықты қоса бермеймін, іш майды қосамын. Оның иісі шықпайды, іші майланып тұру үшін сондай майды қосуды жөн көрдім. Тестамызды осылай жайып болған соң, майлап, осылай ішіне начинкаларымызды тегістеп салып шығатын боламыз. Тегістеп салып болғасын мен осылай өйстіп қолмен 4 бөлікке бөліп, пышақпен бөліп алып, осылай орап шығамын шет-шетіне қарай. Орап болғасын мантываркаға салатын боламын. Мантываркаға осылай әдемілеп салып, бет майлап, жинап болған соң, екінші зуаламды да осылай, дәл осылай істеп алатын боламын. Екінші зуаламды істеп болғасын, оны да мантываркаға листтеріне саламын. Жарты бөлігін духовкаға салып пісіретін боламын. Листін майлап, осылай ханымды осылайнан салып, бетін майлап, немесе сулап, духовкада пісіретін боламын. Ханым піскенше бұл да пісіп қалады. Бұл енді духовкада піскені, ол да ерекше дәмі керемет шығады. Самса секілді болады, немесе ертесіне завтрак етіп істеп берсеңіздер де өте күшті болады. Қалған үшінші қамырымды мен істеген жоқпын, оны кесіп қойдым. Келесі күнге нан салма немесе кеспе көже сондай тағамның бір түрін істеп беремін. Бұл да алдын ала дайындалып қойған болатын. Ас болсын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.